Сәлеметсіздер ме? Методика бірінші нұсқа. Бірінші сұрақ. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Жауабы сынақтан өткізу. Екінші сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор. Жауабы балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Үшінші сұрақ. Баланың білім, дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал. Жауабы көпіршелер. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі. Жауабы сынақтан өткізу сұрағы. Бесінші сұрақ. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Сынақтан өткізу. Жауабы. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы. Жауабы. Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма? Жетінші сұрақ. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі. Жауабы. Сынақтан өткізу. Сегізінші сұрақ. Оқушыны жауап беріп болған соң кідіріс жасау қажеттігі. Жауабы. Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Тоғызыншы сұрақ. Оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беретін сұрақ. Жауабы. Сынақтан өткізу. 10-шы сұрақ. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі. Жауабы. Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез-құлқына ықпал ету амалдары. Жауабы. Тәрбие әдісі. 12-ші сұрақ. Оқытудың түсініктілік принципі. Жауабы. Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді. 13-ші сұрақ. Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай, санасына, сезіміне, әдет-қылығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету. Жауабы. Адамгершілік тәрбиесі. 14-ші сұрақ. Педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны. Жауабы. Педагогикалық үдерісі. 15-ші сұрақ. Сұрақ қою. Жауабы. Сапаны арттыру. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Жауабы. Білім, білік, оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі. 17-ші сұрақ. Тәрбие жұмысының заңдылықтары. Тәрбие мен дамудың бірлігі мен өзара байланыстылығы. 18-ші сұрақ. Ұжым тәрбие субъектісі ретінде. Жауабы. Тұлғаның дамуына бағытталады. 19-ші сұрақ. Жаңа материалды өткен материалдармен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип. Жауабы. Бір ізділік. 20-ші сұрақ. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Жауабы. Оқу-танымдық іс-әрекеттің меңгеруі. Біз осымен методиканың бірінші нұсқасын оқыдым. Енді алдағы уақытта қалған 8 нұсқасын шығаратын боламын. Арнама тіркеліп жазылып, қолдап қойыңыздар. Тіркеліңіздер, әріптестеріңізге таратыңыздар. Бірге өтейік осы аттестациядан. Баршамызға сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.